Сәлем достар, бүгін үй жағдайында бургерлер дайындаймыз. Бұл бургерлер өте дәмді болып шықты, сондықтан да дайындап көріңіздер. Ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Үстіне дрож, зекер және де қантты қосып араластырамыз. Болған соң үстіне еріген сары майымызды қосамыз. Осы заттардың мөлшерін әдеттегідей астынан описаниядан қараңыздар. Осыны жақсылап араластырып аламыз. Үстіне 1 стаканнан ұнды қосып араластырып отырамыз. Содан соң жұмсақ қамыр илейміз. Міне осындай қамыр шықты. Енді оны 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Оған дейін біз қияр қызанағымызды осы видеодағыдай қылып турап аламыз. Енді пиязымызды өткіштен өткіземіз. Міне өткізіп болдық. Енді нанның қатты бөлігін де өткіштен өткіземіз. Содан соң фаршымызға осы нан үгіндісі мен пиязды қосамыз. Содан соң үстіне жұмыртқамызды қосамыз. Үстіне тұз бен бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Сиырды турап, капустаны бірнеше бөліктерге бөліп дайындап қоямыз. Қамырымыз 1 сағаттай жылы жерде тұрды. Енді оны 9 бөлікке бөлеміз. Міне мен өлшеп алдым. Шамамен 90-100 грамм аралығында бөлсеңіздер болады. Осы қамырымызды противенге салып, үстіне орамалмен жауып, жарты сағатқа қоямыз. Оған дейін біз котлетімізді дайындаймыз. Котлетті де 9 бөлікке бөлеміз. Табаға көп мөлшерде май құйып, оны қыздырып аламыз. Содан соң үстіне осы котлеттерімізді саламыз. Котлеттерді қалың қылып жасаған дұрыс. Егер жұқа болса, олар бөлектен қалуы мүмкін. Міне котлеттеріміз дайын, оларды осындай қылып қыздырып аламыз. Енді бөлкелеріміздің үстіне сүтті жағып, үстіне кішкене күнжіт себеміз. Күнжіт сеуіп болған соң 180 градусқа пешімізді қойып, қызарғанға дейін пісіреміз. Міне осындай болып қызаруы қажет. Енді барлығын құрастырамыз. Суыған бөлкелерді ортасынан бөлеміз. Содан соң бір жағына майонез, екінші жағына кетчуп жағамыз. Успей, моя малышка.
алдымен астына капуста жайып аламыз. Содан соң үстіне помидор, огурцы, сыр, котлет және де кері капустамен жабамыз. Соңғы бөлігімізді қойып, ортасынан шпажкамен қыстырамыз. Міне бургерлеріміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.